қарамайсың ба балаларыңа? Мыналар өздеріне де, басқаларға да зақым келтіре жаздады. Біреу тіпті мені танимын дейді. Ата, музейдегі төбеде отырған сіз едіңіз ғой? Иә, ата, сыбызғыны сізден алып қашып едік қой. Әне тағы да. Мыналарың тіпті ұры ғой. Өздері мойындап тұр. Ай, Тасболат, мына жүгірмектеріңді тәртіпке салсайшы. Ата, бұлар осындай. Не істеуге болады? Бұлар бірақ менің балаларым. Кітапханаға жібер. Кәріп таныт. Мүмкін сонда адам болар. Түсіндің ме? Ал мен кеттім. Балақайлар, байсалды болыңдар. Ата, атырауға қайтарыңыз бізді. Ата-аналарымызды сағындық. Кітапханаға барыңдар. Кітап? Оқу? Ең болмаса орта ғасырда кітап оқымайым деп ойлап едім. Сарайшықтың орталық кітапханасына қош келдіңіздер. Бауырым, мына екі баланы Шуақ ақсақал саған жіберді. Ақсақал бізге әрдайым бала жіберіп тұрады. Әмір, естің бе? Ана атаның есімі Шуақ екен. Кімнің? Ақ киімді атаның. Ол бізді осында арнайы жіберді. О, бұл нағыз шытырман тергеу ғой. Жоспар қандай? Кешірерсіз. Ханның аттасы, айта бер. Аға, сарайшық кітапханасы туралы айтып берсеңіз. Жақсы. Сарайшықтың орталық кітапханасы Ұлы Жібек жолындағы ең көне және ең үлкен кітапханалардың бірі. Осы кітапхананың абыройы кең әлемге танымал. Ана қасындағы досың қайда? Ол су ішіп келуге шығып кеткен. Айта беріңіз. Сонымен, сарайшықта жиналған кітаптар. Әрдайым айтам, кітапханаға бару қауіпті. Орта ғасырда тұрып көне аңыздарды оқыған қызық әрине. Ең белгісіз аңыз ол әрине сыбызғы Шуақ аңызы. Ол туралы сарайшықтың сиқырлы кітабынан білуге болады. Оны қайдан табам? Сарайшық дала көшпенділері үшін, батыстың саудагерлері мен парсының жазушылары үшін, шығыстың шебер құрылысшылары үшін жаралған қала. Тек қазаққа ғана емес, жер орта тегізінен бастап, Бейжіңге дейін танымал қала. Ай бала, сен мұнда не істеп жүрсің? Музей. Болашақта сарайшық музейге айналады. Атырау? 21-ші ғасыр? Әй, жүгірмектер, күлдірте бермеңдерші. Қайдағы бір таңға жайыпты айтып, ол мүмкін емес. Неге? Неге мүмкін емес? Біріншіден, Шуақ ата ол осы жердегі салиқалы ақсақалдардың бірі. Біз оны Шуақ деп, оның киінгеніне бол айтамыз. Аппақ киінетін тек өзі ғана. Құдды бір аруақ сияқты. Аға, Шуақ туралы аңызды ақпаратты сарайшықтың сиқырлы кітабынан іздеу керек. Сарайшықтың сиқырлы кітабы? Жақсы. Соңымнан жүріңдер.